Балалар табиғатта серуендеп жүр. Айнала өте әдемі. Орманда ағаштар көп. Балалар қызығып қарап жүр. Олар жаңа нәрсе үйренгісі келеді. Балалар бір сәтте тоқтап қалды. Олар қай жаққа барарын білмей тұр. Айнала бірдей көрінеді. Балалар аздап абыржыды. Енді оларға көмек керек. Мұғалім балаларға келді. Ол күлімсіреп тұр. Мұғалім бағыт табуды үйретеді. Балалар мұқият тыңдап тұр. Сабақ басталды. Бұл компас. Компас бағытты көрсетеді. Оның ішінде тіл бар. Тіл әрқашан солтүстікті көрсетеді. Бұл өте пайдалы құрал. Компаста 4 бағыт бар. Олар солтүстік, оңтүстік, шығыс және батыс. Әр бағыттың өз орны бар. Оларды білу өте маңызды. Балалар компасты ұстап көрді. Олар бағыттарды үйреніп жатыр. Әр бала қызығушылық танытты. Компаспен жұмыс жасау оңай. Балалар қуанып тұр. Аспанда күн жарқырап тұр. Күн бізге бағытты көрсетеді. Ол әрқашан қозғалады. Күнге қарап бағдарлауға болады. Бұл табиғи көмекші. Таңертең күн шығыстан шығады. Бұл шығыс бағыты. Күн баяу көтеріледі. Балалар оны бақылап тұр. Олар жаңа білім алды. Кешке күн батысқа батады. Бұл батыс бағыты. Аспан қызғылт түске боялады. Күн төмен түседі. Бұл да бағытты білуге көмектеседі. Ағаштың көлеңкесі ұзын болады. Көлеңке арқылы бағыт табуға болады. Күн тұрған жақты білу керек. Көлеңке қарсы жаққа түседі. Бұл әдіс өте пайдалы. Кейбір ағаштарда мүк өседі. Мүк көбіне солтүстік жақта болады. Бұл табиғи белгі. Балалар оны байқап тұр. Олар үйреніп жатыр. Балалар картаға қарады. Картада жолдар бар. Олар қайда екенін анықтады. Карта бағыт табуға көмектеседі. Бұл өте маңызды құрал. Картада белгілер көп. Әр белгі бір нәрсені көрсетеді. Бағыттар да белгіленген. Балалар түсініп жатыр. Олар карта оқуды үйренді. Балалар карта мен компасты бірге қолданды. Бұл өте тиімді әдіс. Олар дұрыс бағытты тапты. Бірге жұмыс істеу маңызды. Балалар сенімді болды. Балалар дұрыс жолды тапты. Олар қатты қуанды. Бір-біріне көмектесті. Олар енді адаспайды. Бұл үлкен жетістік. Балалар жолмен жүріп келеді. Олар сенімді. Қорықпайды. Бағытты дұрыс біледі. Олар білімдерін қолданды. Мұғалім балаларды мақтады. Ол риза болды. Балалар жақсы жұмыс жасады. Олар көп нәрсе үйренді. Бұл сабақ пайдалы болды. Балалар бағыттарды қайталады. Солтүстік, оңтүстік, шығыс, батыс. Олар дауыстап айтты. Есте сақтау оңай болды. Білімдері нығайды. Табиғат өте әдемі. Балалар дұрыс бағытпен жүріп келеді. Олар айналаны тамашалады. Бағытты білу маңызды. Бұл өмірде қажет. Балалар өте қуанышты. Олар көп нәрсе үйренді. Енді бағыт таба алады. Бұл өте пайдалы дағды. Біз үйрендік, дейді балалар. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.